Осы энергетика саласына келгеніме себепкер болған Хаким Сүлейменова Лия Күнтуарқызы. Ол әрі досым, әрі ұстазым болған кісі. Энергетика саласында 30 жылдай жұмыс істеп келе жатырмын. 1991 жылы Алматы энергетикалық институтын бітіріп, осы Целиноградқа оралдым. Содан бері енді осы салада жұмыс істеп келе жатырмын. Жұмыс жолында көптеген мықты мамандармен, энергетиктермен жұмыс істедім. Оны айтып кетсек, Тютюбаев, Тиесов, Жакупова, Жұмабеков, Молдабаев деген көптеген енді тәжірибелі энергетиктерден көп нәрсені үйреттім, өзімнің тәжірибемді арттырдым деп айтуға болады. Еліміз егемендікке қол жеткізгеннен бастап, Қазақстан энергетика саласы да тәуелсіздікке бағыт алды. Көптеген жаңа қуат көздері салынды, қолданыстағы қуат күші ұлғайды. Енді экология жақтан алсақ, таза қуат көздері пайдалануға берілді. Және де қолымыздағы энергетикалық ресурстарды және отынды пайдалануға өзіміз үнемдеуге үйрендік. Енді осы шаралардың бәрі мықты тәжірибелі энергетиктердің арқасында ғой, осы әр қазақстандықтардың үйінде жарық және жылу мен қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. Әр жақта қуат өшуі де болды, соның бәрін есімізге алсақ, қазіргі уақыт өзі керемет деп ойлаймын. Енді тәуелсіздіктің арқасында тарихымызды түгендеп, дінімізді, тілімізді, осы тәуелсіздікте біз көптеген өзіміздің ресми мерекеміз, Наурыз мереке, Құрбан айт, солар бәрі ресми мерекеге айналды ғой. Оның бәрі өзіміздің тәуелсіздігіміздің арқасы. Қазіргі жағдайда бәріміздің денсаулықтарымыз зор болсын, данасүйер ел болайық, ар ойлаған бай болайық, ең бастысы адам атына сай болайық. Бәрімізге осы 30 жылдық мерекемен бәрін құттықтап отырып, әр үйге бақыт шамы әр үйде мәңгілік жана берсін, тәуелсіздігіміз де мәңгілік болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тек қана жақсылық тілеймін.